Оқушылар Қазақстан тарихынан ұбт-ға дайындық сабағымызды жалғастырамыз. Парсы патшасы бірінші Дарийдің жазбаларында өз империясының солтүстік шетіндегі мемлекет атауы. Соғдылықтардың сыртындағы сақтар. Қарахан дәуіріндегі ірі оқиға. Исламды қабылдауы. Исламның таралуы Қарахан қағаны Сатық Боғрахан есімімен байланыстырылады. Ол түркілердің исламға өтуіне дейін-ақ жаңа дінді қабылдаған болатын. Оның ұлы тақ мұрагері Мұса 960 жылы исламды мемлекеттік дін деп жариялады. Мұса қағанның исламды мемлекеттік дін деп жариялауына себеп болған жағдайлар: ислам дінінің көмегімен өз билігін нығайтуға ұмтылыс, мұсылман елдерімен байланыстарды кеңейту, мұсылмандар қоныстанған аумақтарды қосып алу. 18 ғасырдың 30 жылдары Балқаш көлінің оңтүстік шығысында болған Қазақ-жоңғар шайқасы. Аңырақай шайқасы. 20 ғасыр басындағы Қазақстанның экономикалық өмірінде орын алған өзгерістердің бірі. Жаппай қоныстандыру саясаты жүргізілді. 1906 жылы Ресейдің министрлер кеңесінің төрағасы болып тағайындалған Столыпиннің бастамасы бойынша аграрлық реформаны жүзеге асыру басталды. Ол Столыпиндік аграрлық реформа деп аталды. Столыпиндік аграрлық реформа нәтижесінде Ресейден келген шаруаларды қоныстандыру үшін қазақтардың жерлерін тартып алу жаппай орын алды. Оқиғалардың хронологиялық реттілігін анықтаңыз. Бұл жерде С нұсқасы дұрыс. Қазақстан Республикасы ұлттық валютасы теңгенің енгізілуі 1993 жылы 15 қараша. Қазақстан Республикасының астанасы Алматы қаласынан Ақмола қаласына көшірілуі 1997 жылы. Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төрелік етті. Бөгенбай батырдың өлімін Абылай ханға естірту жырларын арнаған жырау. Үмбетей. Біздің заманымыздан бұрынғы 1000 жылдықтың соңында Үйсін мемлекеті құрылған аймақ. Жетісу, Тарбағатай және Тянь-Шань аумағы. Қазақ хандығының солтүстіктегі жерлерін Сібір хандығының есебінен кеңейткен саяси қайраткер. Хақназар. 19 ғасырда Ертіс бойы мен орталық Қазақстанда көптеген кен орындарын алғаш ашқан. Қосым Пішенбаев. Ол Екібастұз көмірі, Майқайың полиметалл кен орындарын ашқаны туралы бірінші болып мәлімдеді. Пішенбаев Павлодардағы миллионер көпес Деровқа жалданып, кен көздерін іздеуші және маркшейдер болып жұмыс істеді. Ол Баянауыл даласындағы Александровка, Талдыкөл, Жамантұз, Қарасор, Шөптікөл, Майкөбен сияқты тас көмір кен орындарын ашты. Қазақстанда құрылған ұлттық автономиялар мен басшыларын сәйкестендіріңіз. Бұл жерде В нұсқасы дұрыс. Қазақ АКСР Сейітқали Меңдешев, Түркістан автономиясы Мұхамеджан Тынышбаев, Алаш автономиясы Әлихан Бөкейханов.
Тарихи біліміңізді және картаны пайдаланып, 751 жылы Атлах шайқасында соғысқан күштерді табыңыз. Араб және Қытай әскерлері. Тарихи біліміңізді және картаны пайдаланып, Атлах шайқасы өткен қала маңын анықтаңыз. Тараз. Тарихи біліміңізді және картаны пайдаланып, Түргеш қағанатының құлау себебін анықтаңыз. Шығыс түрік қағанаты тарапынан көрсетілген қысым. Тарихи біліміңізді және картаны пайдаланып, Атлах шайқасының түркі халықтардың тағдырына әсер еткен тарихи маңызын анықтаңыз. Қытайлар Жетісудан қуылды. Тарихи біліміңізді және картаны пайдаланып, Атлах шайқасына қатысты дұрыс дәйектерді табыңыз. Бұл жерде А нұсқасы дұрыс. Атлах шайқасы 5 күнге созылды. Осы шайқастан кейін қарлұқтар Жетісуда саяси үстемдікке қол жеткізе бастады. Санжар Асфендияров Ташкент қаласындағы реалдық училищені бітірді. Санжар Асфендияров әскери теңіз министрлігінің стипендиясына оқыды. Алдымен қиырдағы Термезде, кейін Түркістан полкінде әскери дәрігер ретінде майданда болды. Лотос түбінде полкпен бірге неміс қоршауына түсіп тұтқынға алынды. 1916 жылдың басында әскери тұтқындарды алмасу барысында Швеция арқылы туған жеріне қайта оралды. 1919 жылдан бастап Түркістан Республикасының денсаулық сақтау, егіншілік, халық комиссары, Түркістан Республикасының Мәскеудегі тұрақты өкілі болды. Санжар Асфендияров Орта Азия бюросы, Түркістан Компартиясы орталық комитеті, бүкілресейлік орталық атқару комитеті төралқасы аппараттарында жауапты қызметтер атқарды. Бірінші Мәскеу мемлекеттік университетінің профессоры, Қазақ КСР денсаулық сақтау халық комиссары, КСРО ғылым академиясы қазақ базасы төрағасының орынбасары болды. Кәсіпқой дәрігер бола тұрып, ұлт тарихымен әуестенді және оның білгірі болды. Мәнмәтінді және тарихи білімдеріңізді пайдаланып, Санжар Асфендияров оқыған Петербургтегі оқу орнын анықтаңыз. Әскери медициналық академияны. Мәнмәтінді пайдаланып, Санжар Асфендияров мамандығын анықтаңыз. Әскери дәрігер. Мәнмәтінді және тарихи білімдеріңізді пайдаланып, Санжар Асфендияровтың жазған еңбегін анықтаңыз. Қазақстанның өткені, деректер мен құжаттарда. Мәнмәтінді және тарихи білімдеріңізді пайдаланып, Санжар Асфендияров қатысқан соғысты анықтаңыз. Бірінші дүниежүзілік соғыс. Тарихи білімдеріңізді және мәнмәтінді пайдаланып, Санжар Асфендияровтың ғылыми қызметіне қатысты дұрыс дәйекті анықтаңыз. Бұл жерде Д нұсқасы дұрыс. Медицина институтының алғашқы ректоры, Қазақстанның өткені, деректер мен материалдар атты тарихи ірі еңбекті жазды.